Барлығыңа сәлем, каналға қош келдің. Бүгінгі видео сабақта ағылшын тіліндегі some, any, no, every сөздерін үйренетін боламыз. Егер сен осы сөздерді дұрыс қолданып үйренгің келсе, видео сабақты міндетті түрде соңына дейін қара. Сонымен қатар, каналға тіркелуді ұмытпа. Қоңырауша белгісін басып қойсаң, алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмайтын боласың. Осы видео сабақты көрген соң, some, any, no, every сөздерін дұрыс қолдана алатын боласың. Ал ендеше, бастайық. Ағылшын тіліндегі бұл 4 сөз some, any, no, every бір топқа жатады. Бұл топтың аты indefinite pronouns деп аталады. Қазақ тіліндегі белгісіздік есімдіктері деген топпен сәйкес келеді, ал орыс тіліндегі неопределенное местоимение тобымен сәйкес келеді. Бірінші some сөзі жеке тұрғанда біраз деген мағынаны білдіреді. Екінші any сөзі жеке тұрған кезде кез келген деген мағынаны білдіреді. Бірақ көп жағдайда some және any сөздерінің мағынасы бірдей болып келеді. Бірақ қолданылу жағдайлары әртүрлі. Келесі үшінші сөз no сөзі жеке тұрғанда барлығымызға белгілі жоқ деген мағынаны білдіреді. Сондай-ақ еш деген мағынаны да білдіреді. Келесі every сөзі бәрі, барлығы, әр деген мағыналарды білдіреді. Алайда бұл сөздердің мағынасы сөйлемнің мағынасына байланысты өзгеріп отырады. Бұл қалай? Мұны білу үшін келесі мысалдарға және ақпаратқа назар аударайық. Some сөзі болымды сөйлемдерде қолданылады. Мысалы, he has got something in his pocket. Оның қалтасында бір нәрсе бар. Келесі any сөзі болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Бірінші сөйлем Are there any vegetable in the fridge? Тоңазытқышта қандай да көкөніс бар ма? Екінші сөйлем There is not anybody in the office. Кеңседе ешкім жоқ. Келесі no сөзі. No сөзі болымсыздық мағына береді. Алайда біз бұл сөзді қолдану үшін сөйлемнің формасын болымды етіп жасауымыз керек. Мысалға назар аударайық. There is nobody here. Мұнда ешкім жоқ. I know nothing. Мен еш нәрсе білмеймін. Nobody has come. Ешкім келмеді. Яғни, no сөзі тұрғанымен және де сөйлемнің формасы болымды болғанымен біз сөйлемнің мағынасын болымсыз етіп түсінуіміз керек. Келесі every сөзі болымды, сұраулы, болымсыз сөйлемдерде қолдана береміз. Бірінші мысалға назар аударайық. Is everybody here? Барлығы осында ма? Everyone is in vacation. Барлығы демалыста. Everything is done by computer nowadays. Бүгінгі таңда барлық нәрсе компьютер арқылы жасалады. Келесі мына кестеге назар аударайық. Айтып отырған белгісіздік есімдіктеріміз мына 4 сөзбен бірігіп жасалады. Thing, body, one, where. Body және one сөздерін қызыл түспен белгілеп қойдым. Себебі бұл сөздер осы сөздермен тіркессе, екеуі де бір мағынаны білдіреді. Body сөзімен тіркескен бұл сөздер көп жағдайда ауызекі тілде көп қолданылады. Ал one сөзімен тіркескен бұл сөздер жазбаша тілде көп қолданылады. Бірінші, something, somebody және someone. Something бір нәрсе, бірдеңе, somebody және someone біреу деген мағынаны білдіреді. Келесі anything, кез келген нәрсе немесе бір нәрсе. Anybody және anyone, кез келген біреу немесе жай ғана біреу. Келесі nothing, еш нәрсе. Nobody және no one, ешкім деген мағынаны білдіреді. Nobody қосылып, no one бөлек жазылады. Келесі everything, жануарларға, жансыз заттарға байланысты барлығы, бәрі деген мағынаны білдіреді. Everybody, everyone, адамдарға байланысты барлығы, бәрі деген мағынаны білдіреді. Келесі 4-ші бағанға назар аударайық. Where сөзі. Thing, body және one сөздермен тіркескен бұл сөздер зат есімнің рөлін атқарады. Ал егерде where сөзімен тіркесетін болса, үстеу қызметін атқарады. Бірінші, somewhere, бір жерде. Anywhere,
кез келген жерде немесе қандай да бір жерде. Келесі nowhere, еш жерде. Everywhere, барлық жерде. Орыс тілінде везде деген мағынаны білдіреді. Келесі ескеретін жайт, егер anything, anybody, anyone сөздері болымсыз сөйлемде қолданылса, ол nothing, nobody, no one сөздері қолданылған сөйлемдердің мағынасымен сәйкес келеді. Яғни nothing сөзі not anything, nobody сөзі not anybody, no one сөзі not anyone сөздерімен бір мағынаны білдіреді. Келесі, біз бұл сөздерді есте сақтау үшін практикада қолданып үйренуіміз керек. Яғни, жаттаған сөздерімізге сөйлем құрап үйренуіміз керек. Ол үшін келесі ақпараттарға назар аударайық. Бірінші, something. I want something to eat. Менің бір нәрсе жегім келеді. Somebody. Somebody is knocking on the door. Есікті біреу қағып тұр. Someone is playing in the park. Паркте біреу ойнап жүр. We are going somewhere fun for our vacation. Біз демалысымызға қызықты бір жерге барамыз. Келесі any сөзінен құралған біріккен сөздердің мысалдарына назар аударайық. Бірінші anything. Is there anything you would like to eat for dinner? Ол жерде сенің кешкі асқа жегің келетін бір нәрсе бар ма? I don't want anything for breakfast. Мен түскі асқа еш нәрсе қаламаймын. Has anybody seen my blue backpack? Менің сөмкемді біреу көрді ме? I haven't seen anybody at the park today. Бүгін мен паркте ешкімді көрген жоқпын. Anyone сөзі. Has anyone seen my pencil? Менің қаламымды біреу көрді ме? I didn't see anyone in the library. Мен кітапханада ешкімді көрген жоқпын. Anywhere сөзі. Have you seen my keys anywhere? Менің кілттерімді бір жерден көрдің бе? Келесі. I couldn't find my book anywhere in the room. Мен бөлмемнің еш жерінен кітабымды таба алмадым. Келесі no сөзінен жасалған біріккен сөздердің мысалдарына назар аударайық. Бірінші nothing. I want nothing for breakfast. Мен түскі асқа еш нәрсе қаламаймын. Nobody. I have seen nobody at the park today. Мен бүгін паркте ешкімді көрген жоқпын. No one. I saw no one in the library. Мен кітапханада ешкімді көрген жоқпын. Келесі nowhere. I looked everywhere, but I found my toy nowhere. Мен барлық жерді қарадым, бірақ ойыншығымды еш жерден таба алмадым. Келесі кезекте every сөзімен біріккен сөздердің мысалдарына назар аударайық. Бірінші, Dad said, we can get ice cream after dinner if we finish everything on our plates. Әкем бізге, егер біз тәрелкеміздегі барлық нәрсені тауысып қойсақ, кешкі астан соң балмұздақ жей аламыз деп айтты. Келесі everybody. Everybody in the family went to the park for a picnic. Отбасының барлық мүшесі пикникке паркке барды. Келесі everyone сөзі. Everyone at the party sang happy birthday to the birthday girl. Кешке жиналғандардың барлығы туған күн иесіне туған күніңмен әнін шырқады. Келесі everywhere сөзі. Mom looked for her keys everywhere in the house. Анам үйдің барлық жерінен кілттерін іздеді. Берілген ақпараттар, келтірілген мысалдардың барлығы түсінікті болды деп ойлаймын, ал ендеше келесі сөйлемді ағылшын тілінде құрап көрейік. Сыныптағылардың барлығы мұғалімнің сұрағына жауап беру үшін қолдарын көтерді. Ал ендеше талдайық. Ағылшын тілінде everyone in the class raised their hand to answer the teacher's question. Бірінші, ағылшын тілінің грамматикалық ережесіне сай, сөйлемнің басында бастауыш тұруы керек. Бұл жердегі бастауыш барлығы. Яғни біз сыныптағылардың барлығы деп бірінші айтуымыз керек. Everyone in the class. Ал енді келесі кезекте ережеге сай бастауыштан соң баяндауыш келу керек. Ал қазақ тіліндегі баяндауыш көтерді.
ағылшын тілінде raised. Келесі, нені көтерді? Қолдарын көтерді. Their hand. Не үшін көтерді? Жауап беру үшін көтерді. To answer. Неге жауап беру үшін? Сұраққа. Кімнің сұрағы? Мұғалімнің сұрағы. Яғни, мұғалімнің сұрағына жауап беру үшін деп айтуымыз керек. To answer the teacher's question. Енді сөйлемді толығымен айтайық. Everyone in the class raised their hand to answer the teacher's question. Ал ендеше, берілген ақпараттардың барлығы түсінікті болатын болса, мына сөйлемнің ағылшынша нұсқасын комментарий бөліміне өзіңіз жазып көріңіз. Егер сіз еш қатесіз жазсаңыз, сіз бұл тақырыпты толықтай түсіндіңіз дегенді білдіреді. Мен сіздің пікіріңізді міндетті түрде күтетін боламын. Міне достар, осымен бүгінгі видео сабақ аяқталды. Сіздерге берілген ақпараттардың барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ал егер қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, менің алдағы уақытта шығатын видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Ал қазірше сау болыңыз.